Биыл қарашада өтетін ақш-тағы президент сайлауы қыза түсті. Елдің қазіргі президенті әрі демократиялық партиядан кандидат Джо Байден бәсекеден бас тартатынын жариялап, президенттік мерзімі аяқталғанша міндетінді атқаруға көбірек көңіл бөлемін деді. Мұндай сенсациялық жаңалығын Байден әлеуметтік желіде жариялады. 81 жастағы Джо Байден биыл 5 қарашада өтетін президент сайлауына демократиялық партияның кандидаты еді. Алайда оның жоспарын 27 маусымда CNN арнасының тікелей эфирінде өткен теледебат бұзды. Қарсыласы Дональд Трамппен пікірталас кезінде аузындағы сөзінен жаңылып, жиі кібіртіктеп, ойын толық жеткізе алмай әуре сарсаңға түскен соң, өз партияластары да одан күдер үзе бастады. ақш-тың беделді басылымдары, конгресс мүшелері, сайлауалды кампанияны қаржыландырушы донорлар да оны жарыстан шығуға шақырды. Жұрт Байденнің ең үлкен міні кәрілігі десті. Байден қиын жағдайда қалды. Конгресс мүшелері отставкаға кетуге шақырған сайын, оның беделі төмендей берді. Байден шыдап бақты, бірақ бұл демократтардың ашуына тиді. Демократтар кет деді, Байден кетпеймін деді. Осылай жалғаса берді. Анығында бұл текетірес ұзаққа созылмады. Дебаттың өзі және одан кейінгі 3 апта президенттің беделін құлдыратқанына демократиялық партия мен сайлаушылардың көзі жетті. Трампқа қарсы тұра алатындардың тізімінде оның бірінші болып тұруы күмәнді көрінген сияқты. Украина президенті Владимир Зеленскийді Ресей басшысы Владимир Путин мен өзінің вице-президенті Камала Харристі қарсыласы Дональд Трамппен шатыстырып, көшеде жүрсе де, мінберге шықса да, жиі шалынып жығыла беретін Байденнің жасы жеткенін, ел басқарар қабілеті қалмай бара жатқанын ақш қоғамы дебатқа дейін де айтып жүрді. Бірақ президент сайлауға қатысам, Трампты жеңем деген ұстанымнан таймаған. I feel like it's better for him because he needs to retire and stuff, and he's getting old physically and mentally. But I'm not against the guy, but I feel like it's better for him to step out the office because I don't think it's fit for him that much. Yeah, I think it's probably for the best. I think that if there's going to be any kind of traction moving forward with the Democratic Party, then it was best that he move on. I'm glad that he did. I am a little disappointed that it took as long as it did. It's the smart choice for like the name recognition on the ticket. I am, we were actually just talking. We're interested in who she's gonna pick, as her running mate. My current concern is if she's got enough steam behind her to beat Trump. Like that's really where we're at. Байден демократтар атынан президенттікке кандидат ретінде өзінің вице-президенті Камала Харристі ұсынды. Бұрынғы президент Билл Клинтон мен оның әйелі Хиллари Клинтон де Харриске жақтасты. Бірақ Байденмен достық қатынастағы 44-ші президент Барак Обама ашық қолдау көрсетпеді. Демократиялық партия Харристі кандидат ретінде әзірге ресми бекіткен жоқ. Харристі Байденнің қолдағанына қарамастан оның бәсекелестері де жоқ емес. Демократиялық партия атынан бұған дейін кандидат болуға Калифорния губернаторы Гевин Ньюсом, Мичиган губернаторы Гретхен Уитмер, Иллинойс губернаторы Джей Роберт Притцкер де аталған. Соңғы шешімді демократтар 19 тамызда өтетін партия съезінде жариялауы керек. ақш басылымдары Камала Харристің сайлау науқанына дереу кірісіп кеткенін жазып жатыр. Өз партияластарының қолдауын алу үшін әрбіріне қоңырау соғып, қаржы жинау үшін донорларға хат жөнелте бастаған. Act Blue платформасының мәліметінше, Харрис командасы бір күнде жиына $47 миллион топтастырып үлгерген. Мен президенттің қолдауына ие болғанымды мақтан тұтам, және мақсатым демократиялық партия атынан кандидат болып тіркелу. Мен демократиялық партиямен бірігіп, Дональд Трампты жеңу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Харрис бұған дейін прокурор және Калифорния атынан конгресте сенатор болған. Егер демократиялық партия 59 жастағы Камала Харристі кандидат етіп бекітсе, ол президент сайлауына түсетін алғашқы қара нәсілді әйел болмақ. Байденді ел тарихындағы ең нашар президент деп атаған республикашылдардың кандидаты Дональд Трамп Камала Харристі сайлауға түссе оңай жеңетініне сенімді екенін мәлімдеді. Нұргүл Тапаева, Темір Айтмұханбетов, Азаттық ТV.